Бәріне сәлем достар. Бұл пәтер жайлы естіген боларсыздар, немесе орыс тілді арналардан көрдіңіздер. Ал егер бірінші рет көріп тұрсаңыздар, назарларыңызда 70 жыл бойы есігі ашылмаған пәтер. Оның жабық күйде қалуының себебі неде? Пәтер есігі ашылып, табалдырығын аттаған адамдар үшін қандай сый әзірледі? Оның бәрі бүгінгі жаңа видеомызда. 1939 жылы неміс әскері Париж қаласына жақындап қалды деген хабарды естіген 23 жастағы мадам де Флориан есімді жас әйел өзінің пәтерін асығыстықта тастап кетеді. Соғыс қаупінен сескенген әйел елдің оңтүстігіне қарай бет алған. Себебі сол жылдары ол жер едәуір қауіпсіз аймақ болатын. Соғыс аяқталғаннан соң ол Париждегі өз пәтеріне сол күйі оралмаған екен. Әйел пәтерін тастап кетсе де өмір бойы коммуналдық өтемдерін төлеп отырды. 2010 жылы әйел пәтерді ұрпақтарына өсиет етіп қалдырады. 70 жыл бойы есігі ашылмаған пәтер олар үшін құпия бір әлемде көрінген еді. Олар пәтерді ашуға бел буады. Ал пәтер қандай сыйлық дайындап тұрғанын мұрагерлер әлі білген жоқ еді. Кілт құлыпты ашып, 70 жыл ашылмаған есік топсасы қимылдап, табалдырық атталғанда адамдардың бәрі аң-таң болады. Асығыстықта тек қолына ілінген затын алып, неміс әскерінен қашқан мадам де Флориан өте құнды жәдігерлерді тастап кеткен екен. Өйткені көптеген жылдар бойы жабулы тұрған бөлмелер ішіндегі уақыт 19 ғасырдың сонымен 20 ғасырдың басы кезінде қатып қалған еді. 20 ғасырдағы үй жиһаздары, асхана ыдыс-аяқтары, қабырғадан шешілген құнды картиналар, өрмекшінің торы мен шаң-тозаңның астында қалған пәтердегі барлық заттар құнды жәдігерлерге айналып кеткен екен. Себебі дүниежүзінің коллекционерлері пәтер ішіндегі кез келген затты қомақты ақшасын дайындап сатып алуға дайын тұрды. Ал бұл жәдігерлердің ішіндегі ең құндысы күлгін түсті көйлек киген әйелдің картинасы еді. Бұл зат аукционда 3,4 миллион долларға сатылды. Осылайша мадам де Флориан мұрагерлеріне құнды заттарды өсиет етіп кеткен еді. Ал оның не себепті пәтерге оралмауы сол күйінде жұмбақ болып қалды. Достар, мен жақында ғана өзімнің ВК группамды аштым, және мына опросқа өз дауыстарыңды беріп кетіңдер. Ссылкасы видеоның описаниясында болады. Міндетті түрде кіріп тіркеліңдер, себебі каналдың бүкіл жаңалықтары осында шығаратын боламын. Ссылка описанияда. Және де достар, мен инстаграм парақшам, бұның да ссылкасы описанияда болады. Міндетті түрде тіркеліңдер. Нижний пробел Мұхаммед-Али деп ағылшынша жазсаңдар шығады. Тездетіп бұл парақшаны 100 подписчикке жеткізіп тастайық. Және достар, менің ВК парақшам, егер де қандай да бір сұрақтарым болса, осында жазсаңдар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Бұның да ссылкасы описанияда. Достар, видеоның соңына да келдік. Міндетті түрде лайк басыңдар, комментария жазыңдар және арнаға тіркеліңдер. Бұл Казблог нет арнасы. Сау болыңдар.